Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 7-ші сынып география сабағына қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы қолайсыз атмосфералық құбылыстар. Оқу мақсаты 7-3-2-5 жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде қолайсыз атмосфералық құбылыстарды талдай отырып, сақтану шараларын ұсынады. Сабақтың мақсаты жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде қолайсыз құбылыстарды талдай отырып сипаттама беру, тақырыпқа сәйкес негізгі ұғымдарды жинақтап талдау, қолайсыз құбылыстардан сақтану шараларын ұсыну. Суреттегі көрсетілген ауа райын сипаттайтын элементтерді атаңыз. Олар адамзат өмірі мен шаруашылығына қауіп төндіреді ме? Неліктен деп ойлаймыз? Суреттерге мұқият қараймыз, балалар. Атмосфералық құбылыстар ауа райының негізгі элементтері. Атмосфералық құбылыстарға, балалар, атмосфераның электрлену құбылысы, көк мұз, құлау, бұрқасын, кемпірқосақ, шық, қара түнек, мұнарлану, тұман, бұршақ жатады екен, балалар. Еліміздің аумағында болатын атмосфералық құбылыстар. Тұман. Атмосфераның жерге таяу қабатына ұсақ су тамшыларының немесе мұз кристалдарының жиналуы. Су буының сублимациясы нәтижесінде қалыптасады. Тұманның салдарынан көкжиек тұстары нашар көрініп, көлік қозғалысына кедергі келтіреді. Мұнар. Құрғақ тұман. Атмосфераның төменгі қабатындағы ауаның бұлдырланып көміскі тартуы, атмосферадағы ұсақ қатты бөлшектердің ерекше молдығынан болады. Мұнар кезінде ауаның мөлдірлігі төмендеп, көру мүмкіндігі 1 километрден ондаған метрге төмендейді. Әдетте, далалық және шөлдік аймақтарда байқалады екен, балалар. Түнек немесе қара түнек. Топырақ бетінен ауаға қатты бөлшектердің көтерілуінен пайда болатын құбылыс. Қазақстанның далалы, шөлейтті, шөлді зоналарында өрттің немесе құмды шаңның әсерінен ауаның көміскіленуі байқалады. Бұл құбылыс топырақтың құнарлы қабатын ұшырып әкетіп, топырақ эрозиясына алып әкеледі. Бұрқасын, басқаша айтқанда боран. Жауған қарды немесе жауып жатқан қарды тасымалдайтын қатты жел. Бұрқасыннан кейін қарлы түнек байқалуы мүмкін. Қатты бұрқасында айнала көрінбейді немесе әлсіз көрінеді. Соның нәтижесінде көлік қатынасы нашарлайды. Шық. Ауа температурасы 0 градус Цельсияға шамалас кезде қалыптасатын атмосфералық ылғал. Шық ауаның күрт салқындауының және су буының конденсациялануының нәтижесінде пайда болады. Негізінен түнде және таңертең топырақ бетінде, өсімдік үстінде тағы басқада байқалады екен. Қылау. Ауа мұздап тұрған денемен жанасқанда түзілетін мұз кристалдары. Суықта және тұман түскенде пайда болатын құбылыс. Тұман қатты күйдегі атмосфералық жауын-шашынның бір түрі болып табылады екен, балалар. Кемпірқосақ. Аспан күмбезінде түрлі түсті доға түрінде көрінетін атмосферадағы оптикалық құбылыс. Кемпірқосақ тікелей түскен күн сәулесінің жаңбыр тамшыларынан өткенде сәуленің сынып, әртүрлі бояу түстеріне бөленуінің және тамшы бетінен сәулелердің шағылуы нәтижесінде пайда болады. Бұршақ. Ірілі ұсақ түйіршік мұз түрінде жауатын атмосфералық жауын-шашын. Жылдың жылы мезгілінде найзағай мен нөсер жаңбыр кезінде бірге түседі. Қатты жауған бұршақ шаруашылыққа үлкен зиян келтіреді. Жыл сайын Алтай, Жетісу, Іле Алатау маңында жиі қайталанады екен. Найзағай. Бұлттар не бұлт пен жер арасында болатын алып электрлік ұшқынды разряд. Найзағай кезінде ұйытқыма жел, дауыл соғып, кейде бұршақ аралас нөсер жаңбыр жауады. Бұл құбылыс кезінде пайда болатын дауысты күннің күркіреуі деп атаймыз. Найзағай Еуразияның қоңыржай белдеуінде көбінесе жаз айларында болады екен, балалар. Домалақ немесе шар тәрізді найзағай ауада қалқып жүретін ионды газдардан тұрады. Шар тәрізді найзағай түрі бұл құбылыс ғылымда әлі толық зерттелмеген. Алайда адам өміріне ірі тіршілік ортасына өте қауіпті болып саналады екен. Қолайсыз атмосфералық құбылыстар бұл адам денсаулығы мен шаруашылығына, табиғатқа қауіп төндіре алатын атмосфера құбылыстары.
желмен байланысты бұрқасын, қара түнек, құйын, аңызақ, жел тағы басқалары. Жауын-шашынмен байланысты нөсер жауын, көктайғақ, бұршақ, тұман. Температура атмосфералық қысым ылғалдылықпен байланысты құрғақшылық, үсік, аяз. Ал енді балалар, тапсырмаға назар аударамыз. Бірінші тапсырма. Атмосфералық құбылыстарды дұрыс сипаттамалармен сәйкестендіріңіздер. Атмосфералық құбылыстар беріліп тұр. Бұрқасын, қылау, үсік, бұршақ. Осы атмосфералық құбылыстарды дұрыс сипаттамалармен сәйкестендіреміз, балалар. Енді, балалар, екінші тапсырма. Суретте көрсетілген қолайсыз атмосфералық құбылыстарды атап, себебін, қоғамға, шаруашылыққа тигізетін қауіпін анықтап, сақтану шараларын ұсынамыз, балалар. Бүгінгі сабақта үйренгеніміз, балалар. Атмосфералық құбылыстар ауа райының негізгі элементтері. Адам денсаулығы мен шаруашылығына, табиғатқа қауіп төндіре алатын атмосфера құбылыстарын қолайсыз атмосфералық құбылыстар деп атайды екенбіз. Қолайсыз атмосфералық құбылыстарға көктемдегі үсікті, жаз айларында болатын қара түнек пен қуаңшылықты, қыста болатын бұрқасын, қар көшкіні, омбы қар және бұршақ, көктайғақ, тұман жатады екен. Қолайсыз атмосфералық құбылыс салдарынан болатын апаттың алдын алуға ауа райы болжамы септігін тигізеді, балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.